Достар, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бауырдан котлет дайнайтын боламыз. Бауырды орташа бөлікпен кесіп алатын боламыз. Барлық қосатын қоспаны төменге жазып қалдыратын боламын. Ет тартқышпен немесе блендермен өткізіп алсақ болады. Толығымен езілгеннен кейін ыдысымызға құйып аламыз. Сәбізді төртбұрыштылап турап аламыз. Картошканы да төртбұрыштылап турап алатын боламын. Sarımsak пен пиязымызды да төртбұрыштылап турап аламыз. Барлығын блендермен өткізіп алатын боламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, араластырып аламыз. Дәмдеуіштерді көз мөлшерімізбен саламыз. Тұз, қызыл бұрыш, қара бұрышымызды салып, бір жұмыртқамызды қосамыз. Сүтімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды қосып араластыратын боламыз. Табамызға майда құйып, қыздырып алып, қасықтың көмегімен құймалап шығамыз. Орташа отымызда қызарғанша пісіретін боламыз. Екінші жағына аударып, қызарғанша отымызда ұстайтын боламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Котлетіміз өте оңай әрі тез дайындалады. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер.